Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сізге осындай керемет, үлпілдек және де жұмсақ дәмі тамаша шығатын кекстердің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға, құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Үстіне шекер, бөлме температурасындағы сүт және де ерітілген сары майды құйып, осыларды шекер ерігенше жақсылап миксерлейміз. Негізі венчикпен араластыруға болады, бірақ мен миксермен жұмыс тез болғандықтан миксерледім. Үстіне еліктен өткізілген ұнның жартысын қосамыз да бір араластырып жіберіп, үстіне осы ақ май қосатын боламыз. Ақ май да біркелкі болып араласқаннан кейін үстіне ұнның қалғанын салатын боламыз. Ұнның қалғанын және де разрыхлителді барлық заттың қанша грамм қанша қажет екен описанияға қалдыратын боламын. Міндетті түрде көріп шығыңыз. Қыздар, осындай үлпілдек воздушный тесто дайын болды. Бізде начинка әртүрлі қоссаңыздар болады, немесе осы кезде әртүрлі замороженный ягоды қосып жіберсеңіздер болады, немесе сухофрукты қосуға болады. Мен біріншісіне вареный сгущенка қостым да, екіншісіне курагамен жасадым. Осылай қалыпты полный толтырып аламыз. Толтырмай 3/2-сіне құямыз да, және де 180 градуста қызып тұрған печкада 20-25 минут пісіріп аламыз. Менде екінші начинка мынадай курага салдым. Біріншісі вареный сгущенка, осылай екіншісі кураганы осылай майдалап турадым. Әртүрлі цукаты қоссаңыздар да болады. Бұны да дәл солай жаңағыдай осы вареный сгущенкамен дайын болғанымыздай дәл солай салып, құйып, 3/2-сіне құйып, ыдысының пісіріп алатын боламыз. 180 градуста 20-25 минут пісірсек болды, қыздар. Видеоны аса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және де менің арнама тіркеліп алып, колокольчик басып қойсаңыздар, сіздерге керемет осындай жеңіл рецепттер шыққан кезде міндетті түрде SMS барып тұратын болады, қыздар.